өмірден алынған туынды. Мерекелік концертті тексеруге келген тексеріс. Ал балалар дайынсыңдар ма? Тез дайындалыңдар. Ал дайындығымызды тексеріс керек. Дайындалыңдар деді. Сәлеметсіздер ме? Сәлеметсіздер ме? 16 желтоқсан тәуелсіздік күніне дайындықтарыңыз қалай болып жатыр? Тәуелсіздік? Жақсы. Балалар, жалғастырамыз. Жасыл жайлау, күлгілем, Керемет. Жалғастырайық сен? Балалар, жалғастырамыз. Енді кімді шақырамыз? Тәуелсіздік атаны шақырамыз. Қане бәріміз тәуелсіздік атаны шақырайықшы? Тәуелсіздік атаның құлағын аша бересейтін сияқты. Қаттырақ алайық. Шықсай тезірге. Амансың ба ұлдарым, амансың ба қыздарым. Мен қазақпын, мін өліп міндірілген. Олар тәуелсіздік аталарын сонау 91-ден шаршап келді. Олай болса оған тақпақ айтып беріңдер. тәуелсіздік келіп тұр. Бізге сәлем беріп тұр. Сәлеміңді қайсейін? Патриот болғың келіп тұр. Бәрекелді. Айналайын, мен саған шоколад. Шоколад? Қазақстан шоколады. Айтпақшы, сіздерде мына шыша неме істеп тұр? Бұл тәуелсіздік шықшасы ғой. Бұл тәуелсіздікпен құрдас шықса. Ауылымызға жаңа әкімнің өткізген саясатының арқасында ауылға жарық келді. Балалар, не дейміз? Айтпақшы, біз сіздерге тағы да 3 миллион теңгеге газ өткізіп едік қой. Балалар, біледі оны, не дейміз? Мерекелейсіңдер ме? Бәрін құртам, бәрін жоям, жарықты да алып кетем, шыршаны да алып кетем. Тоқтайтын, сіз неме деп тұрсыз? Біз сіздердің ауылдарыңызға қиналып 3 миллион теңгеге жарық пен газ өткіздік. Мына шыршаларыңыз кішкентай болғанымен степняк шыршасынан 2 есе үлкен 40 миллион. Сізді бұл сөзіңізге соттату керек. Полиция! Тоқтаңыз. Бұл жарық тұқтарады адам келеді ғой. Шақырсаңызшы енді. Бостандығым үшін батыр да келіп жетті. Не дейді? Батыр? Мен Нұр Отанмын. Мынау жалмауызды бәріміз қуамыз ба? Кет жемқорлық, кет дағдарыс жамандық, кет. Ал енді сіздердің ауылдарыңыздың атынан сөз сөйлеп, қонаққа келіп, құттықтайтын адам бар ма? Бар ғой. Ауылымыздың жаңа әкімі. Келе ма? Келеді ғой. Мені таныдыңыздар ма? Сіздердің жаңа әкімдерім. Атым Тышқан. Биыл 9 кетті ғой. Мен келдім, нәмнәсін. Сұп-сұлу. Биылғы жылы сіздердің ауылдарыңызда жақсылық болады, береке болады, молшылық болады, тоқшылық болады. Мен сияқты түйенің үстінде отырасыздар. Біз еш парақсыз өз еркімізбен халқымызға көмек беруге Әрдайым дайынбыз. Себебі